Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бұл видео алтынға инвестициялау жайлы болмақ. Алтынға инвестициялаудың қандай ерекшелігі бар, қандай жолмен инвестициялауға болады деген сұрақтардың жауабын осы видеодан алатын боламыз. Тақырып сіздерге қызық болатын болса, міндетті түрде видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал алып қосар ойларыңыз болса, видео астына пікір қалдырып кетіңіздер. Ал мен бастаймын. Егер сіз инвестициялаумен айналысып жүрсеңіз, соңғы уақытта алтынның рекордтық көрсеткіштерге өскендігін байқаған шығарсыз. Осыған дейін соңғы 4 жылда алтын бағасы көлденең бағытта, яғни бір қалыпты болған еді. Осылайша бағаның жаңа оң трендке өзгеруі көптеген инвесторлардың назарын аударды. Бұған не себепкер болуы мүмкін? Қысқаша жауап беріп өтейін. Негізгі драйвер ақш-тың федералды резервтік жүйесінің қарыздар бойынша базалық мөлшерлемені түсіретіндігі жайлы жаңалыққа инвесторлардың оң көзқарасы. Бұл дегеніміз доллардың бағамы әлсірейді дегенді білдіреді. Осылайша, соңғы жаңалықтар сіздің де назарыңызға ілігіп, алтынға инвестициялау жайлы шешім қабылдасаңыз, оның 4 ерекшелігін ескере кеткен жөн. Біріншіден, алтын продуктивті актив емес. Яғни, алтыннан ештеңе өндірілмейді. Ол өздігінен көбеймейді. Ақша ағымында алып келмейді. Бұл жағынан әрине криптовалютаға ұқсас. Осыған қарамастан, әртүрлі секторларда алтынға деген сұраныс бар. Оны мына суреттен көрсеңіздер болады. Алтынды біраз технология секторында қолданады. Сонымен қатар, көп жағдайда әшекей бұйымды жасауда пайдаланады. Кей жағдайда инвесторлар портфельдерін диверсификациялау үшін өз портфельдеріне де қосып жатады. Сонымен қатар, алтынды психологиялық себептерге байланысты дағдарыс немесе белгісіздіктен қорғану үшін сатып алып жатады. Екіншіден, алтынға инвестициялағанда оның бағасына әсер ететін факторларды білген жөн. ақш-тың қарыздар бойынша пайыздық мөлшерлемесі, доллардың бағамы, әртүрлі дағдарыстар мен инфляция алтынға деген сұранысқа үлкен әсерін тигізеді. Мысалы, американдық облигациялардың табыстылығы артқан кезде инвесторлар облигацияларды көптеп сатып ала бастайды. Тиісінше, бұл доллардың бағамын арттырады, ал ол алтынның долларлық бағасын төмендетеді. Инфляция жайлы айтатын болсақ, негізі инфляция жоғарылаған сайын алтынның бағасы өседі деп есептелінеді. Алайда, соңғы жылдары доллар бағамының жоғары болуына байланысты бұл стратегия орындалмай келеді. Алтынға инвестициялаудың үшінші ерекшелігі оның өсу қарқынында. Алтынды ұзақ мерзімді инвестиция ретінде акциялармен салыстыратын болсаңыз, оның қайтарымы төмен. Графиктен көріп тұрғандарыңыздай, алтынның жылдық қайтарымы 0,6 болса, ал акциялардың қайтарымы 6,9%-ға тең. Сонымен қатар, алтын өте волатильді актив. Акциямен салыстыратын болсақ, алтынның волатильдігі акциядан 1,5 есеге көп. Келесі, 4-ші ерекшелігі алтынның табыстылығы орташа мерзімде байқалатындығында. Алдыңғы айтып өткен алтынның басқа активтермен салыстырғандағы кемшіліктеріне қарамастан, алтын кей кездері өте табысты құрал бола алады. Графикке қарасаңыздар, алтынның қысқа уақыт аралығында өте жылдам өсе алатындығын және өскеннен кейін бағасын баяу жоғалтатын тенденцияға ие екендігін байқайсыздар. Егерде алтынның осы ерекшеліктерін білгеннен кейін, қандай да бір себептерге байланысты алтынға инвестициялауды шешкен болсаңыз, онда инвестициялауды қор нарығы арқылы жүзеге асырудың бірнеше мүмкіндігі бар. Ең бірінші мүмкіндік ол алтынның ETF-ін сатып алу. ETF атауын келесі түрде жазып, брокеріңізден іздесеңіз болады. Бұл ETF пен алтынның бағасы арасында тікелей корреляция бар. Яғни, алтын бағасы қаншалықты өзгеретін болса, ETF те сол алтын бағасының өзгерісін қайталайтын болады. Бұл құралдың ерекшелігі оның ликвидтілігі мен оның транзакциялық шығындарының төмен болуында. Бұл дегеніміз,
оны басқарудағы жылдық комиссия 0,09%-ға тең. Нарықтағы ең төмен көрсеткіш болып есептелінеді. Алтынға инвестициялаудың келесі жолы ол жеке компаниялардың акцияларын сатып алу. Мына суреттен алтын өндіретін әлемдік топ 10 компанияларды және олардың капитализациясы мен қай елге тиесілі екендігін көре аласыздар. Әрине, алтын өндіретін жеке компаниялардың акцияларын жекелей сараптау қиынға соғуы мүмкін. Ал техникалық және қаржылық анализ жасай білсеңіз, онда керемет. Өзіңіз үздігін таңдап алсаңыз болады. Ал егер ондай мүмкіндігіңіз жоқ болса, келесі инвестициялаудың түрі сізге жақынырақ болуы мүмкін. Алтынға инвестициялаудың үшінші жолы ол алтын өндіретін компанияларға инвестициялайтын ETF-терді сатып алу. Бұл дегеніміз, сіз осындай инвестициялық қорлардың бір бөлігін сатып ала отырып, бірден алтын өндіретін компаниялардың бірнешеуінің бөлігіне иелік ететін боласыз. Бұл дегеніміз, сізге алтын өндіретін компаниялардың акцияларын жекелей сараптаудың қажеті жоқ. Сізге осы ETF-те әлдеқашан тиімдісі таңдалынып қойылады. Осындай ETF ретінде Van Eck Gold Miners және Van Eck Junior Gold Miners ETF-терін қарастырсаңыздар болады. Алайда, бұл жолмен инвестициялаудың өз кемшіліктері бар. Біріншіден, алтынның бағасымен салыстырғанда бұл ETF-тер өте волатильді. Екіншіден, бұл ETF-ті басқару комиссиясы өте жоғары, жылына шамамен 0,5%-ды құрайды. Осымен видео соңына келіп жетті. Сіздер алтынға инвестициялаудың ерекшеліктері мен оны қалай жүзеге асыруға болатындығын түсіндіңіздер деп үміттенемін. Алдағы шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше.